Енді ортаға Қостанай облысының намысын қорғайтын Медет Молда Байзақов шақырылады. Медетпен айтысатын ұлы Оралдан Батыс Қазақстаннан келіп тұрған Айнабек Бейсенғалиев. Ассалаумағалейкум, Қостанайым, сен мені сынға салсаң төземінде. Аманбысың дәнегіп терлеген ел еңбекпен бейімделіп тез өмірге. Күллі қазақ наныңның дәмін білген таңдайға тисе балдай сеземінде. Ежелден егінменен атың шыққан өткелдің сонау-тыңның кезеңінде. Астықтың астанасы аталған жер басқа теңеу табамыз не жөнінде. Біреулер Қостанайды суық депті, жүзінен бірақ жаным жылып кетті. Алладан медет сұрап келіп едім, қасыма медет деген жігіт кепті. Аман ба ақ құрдасым, қасымдағы баурайын деп отсың ба күліп көпті. Бейімбеттей атасын жырлау үшін ақындар мұнда мойын бұрып кепті. Жетеуі Қостанайдың жүйріктері, жетеуі Жетауылдан жүріп кепті. Көп ешкім танымайтын екеуміздің аттарымыз тізімге кіріп кетті. Бізден басқа ақындар бұл айтыста зерттеп бірін-бірі біліп кепті. Мен болсам сен жайында түк білмеймін, есімің ешбір жерге ілікпепті. Интернеттен іздедім, содан кейін атың өшкір, оның да қуып кетті. Байзақов деп жазып ем, интернетке Байзақованың суреті шығып кетті. Сол қыздың сүгіретін көрген бойда көзімнің алды бірден тұнып кетті. Нені іздеп отқанымды ұмытып қап, санамды сансыз ойлар ұрып кетті. Сен жайында мәлімет білгенімде, жақсы нәрсе таппадым мүлде. Өткен жылы Қазірет Бердіханмен айтысып шығыпсың ғой бірге. Одан оңбай жеңіліп қалыпсың ғой, мен сені санап жүрсем тым керімге. Әйтеуір өз еліңе келген ақын сені жеңіп кетуге үлгеруде. Алыстан аттерлетіп келгенімде мүмкіндігім болып тұр бұл меніңде. Бүгін тағы шықтың ба жұрт алдына жүрегіңнен көрілген жыр беруге. Ау медет айналайын, ақ құрдасым жеңіле беретұғын күнде. Намысыңды қолыңнан беріп қоймай, дәмін бір сезінсеңші жүлденіңде. Жер көтерет дегенге жеңіле берсең, бір күні ауырады бір жеріңде. Жеңіле білу өнер деген сөзді сол күйінде түсініп жүргеніңде әгигәгім. Ай Айнабек әрі ақын, әрі асаба. Не дейді домбырасын ала сала. Тойдағы арзан сөзің өте қоймас. Айтыстың сахнасымен санасама. Байзақовадан бөлек еді. Құрдасын көзін ашып қарасама. Тегінде тексіздермен салыстырып, шегіп алған жандайма, бөгіп алған жандайма анашаға. Көзіңе жалаңаш қыз елестетпей, айтсын құрдасыңның тамашала. Еркектерді әйелмен шатастырсаң, Айнабек абыройын әр асама. Әңгімеңді түсінбей отқан шығар, Айжан қызы білмейтін балашаға. Мысалғы мен де сені Айнабекті, Айнагүл деп танысам, жарасама Ай ярас, былтыр тілден байланғанмын. Өз-өзіме аңқан боп қайран қалдым. Сендер қысап күндай түсіп жүр деген соң, құнарын тер алмаған ой маржанның. Жұма сайын жүлді алған жүн жүйрік аттай,
ішінде жүрген жоқпын майдандардың. Қызылғаннан қыз болсам қыз болдым дегендей, айтысты қойсам ба деп ойланғанмын. Содан кейін мың ойланып, мың толғанып деп шештім, алдым дәрі сайраңдар күн. Құдай берген өнерім болғаннан соң айтысқа жатпай тұрмай дайындалғанмын. Қандай сынақ болса да сабыр қылар, үмметі емеспін бе пайғамбардың. Қайтамен Хазіреттің айтқанына қайғалмаған, керісінше қайралғанмын. Жүргенімізге қарап күлдіңіз ғой. Арналсын өзіңізге біздіңіз ғой. Былтырғы айтысымыз есіңізде, 2-3 күн Қостанайда жүрдіңіз ғой. Молданы жұттап қойып, Хазіретке аямай езуімді тілдіңіз ғой. Сонда да сен айтысқа шақырам деп, менен бірдеңе шығарым білдіңіз ғой. Былтырғы менің жүлдем сол сөз еді. Қасқайып қарсы алдымда тұрдыңыз ғой. Қуанғаннан ауылыма айтып бардым, ақкөңіл сөзге сенің шындыңыз ғой. Жүкеңнің менде жүрегі болам деген барынтамды айтысқа бұрдыңыз ғой. Жүкеңде жоқ жүрсейді деген адамда жоқ, молданы өтірікші қылдыңыз ғой. Біз бастан кешкеніміз, өмірді өмір сүріп жарық өтпеліміз. Ау жүке артық айтсам айып етпе десек те дей алмаймыз, өкпеліміз. 30-дан ассақтағы облыстан асалмай жүрген жан біз өйткеніміз. Бірінші алда, екінші сіздің тізім, бізге де келер мекен көктеміңіз. Қазіргі айтыс бөлінген 2 топқа осы меді өнерде жеткеніміз. Мағанда күмәнменен қарайсыздау, оған сеніп түк басқан беттеріміз. Намаз оқып ұстасақ оразаны, жалғасқан пайғамбардан мектебіміз. Айтыс болған жер болса қалдырмаңыз, қайтыс болған жерде жүріп теппеліңіз. Амандасып алайын сүйіктермен, ақын сөзін тыңдайын биік төрден. Сақтаған сарымайдай өздеріне өнерім өлегімде жиып терген. Жалғанда дәлсіздерде жан бар мекен, ақынға сүйген асын сүйіп берген. Бірінші Алла, екінші сенің арқаң, көрініп жатсақ бүгін биіктерден. Жайқалған Қостанайдың егініндей, айналдым өздерімдей киіпкерден. Жүрсіннің жүйріктерін көру үшін 700 теңгелерін қиып келген. Жүзге жеткен ағайын 100-ге жетсін, ұлттың рухын бәрінен биік көрген. Қостанай тойларымыз құтты болсын, бейімбеттің биігі биіктелген. Бейімбет алтындарының сабағындай, алтын басын айтысты әйіп келген. Мен өзім ел басында етем үлгі. Ынтымақпен осы күнге жете білді. Желбіреген көктөдің арқасында көк көздерден бізді азат ете білді. Құдай жайлап бермесе несібеңді, Қытай жайлап кетермет мекеніңді. Кешегі соңғы жаңалық көрдіңіздер, бұл өзі жағдай боп тұр өте мұңлы. Қытай бізге зауытын салмасын деп күні кесе күллі алаш көтерілді. Қытай десе болдық қой елең етір, сағыз соғысылған сақта құдай екенімді. Бабалар айтып кеткен қара Қытай біздің де шекарадан өте білді. Сенің де түсін түстес солар менен. Мен сенің де білмейді екем жек өміріңді. Жастар жылы кеп қалған жаспа десем жан емессің, жастарым етер үлгі. Оу жеге, мынауың кім бұлғай бала, айтысқа қосыпсыз қойып бөтен ұлды.
Тіл білген ақын демесең түрі суық, кім білген қандай тыңшы екеніңді ай. Қытай тілін оқытпақ дейді мектептешін, өйстіп қазақ тілін бір күн шектетпесін. Өтінішім елбасы мен президентке қара Қытайды еліме беттетпесін. Қытаймен сауда жасамаған мен қал деді, жеріңді саудаға сап жеп кетпесін. Біздің жаққа келген жоқ әзір болар, Құдайым жалғызларды көктетпесін. Айт отыр, сенде қайдан екеніңді, келген жұрт сені Қытай деп кетпесін. Күлтөбенің басында күнде жиын, митингіден шаршадау үкіметті үшін. Даудың басы Қостанайға Қытай келді деп, айтыстан соң митингі болып кетпесін. Жүргімізге қарап күлдіңіз ғой. Арналсын өзіңізге біздіңіз ғой. Болдарға айтысымыз есіңізде, 2-3 күн Қостанайда жүрдіңіз ғой. Молланы шұқтап қойып, Хазіретке аямай езуіңді тілдіңіз ғой. Сонда да сен айтысқа шақырам деп, менен бірдеме шығарым білдіңіз ғой. Болдарға менің жүрдем сол сөз еді, қасқайып қарсы алдымда тұрдыңыз ғой. Қуанғаннан ауылыма айтып бардым, ақтөңі сөзге сенді шындыңыз ғой. Жүрегінің менде жүрегі болам деген, барынғанды айтысқа бұрдыңыз ғой. Жүрегінде жоқ жүрсейді деген адамда жоқ, молланы өтірікші қалдыңыз ғой. Бастан кешкеніміз, өмір сүріп жарық өтпеліміз. Ау жүге артық айтсам айып етпе десек те дей алмаймыз өкпеліміз. 30-дан ассақтағы облыстан асалмай жүрген жанбыз өйткеніміз. Бірінші алда екінші сіздің тізім, бізге де келермеген көктеміңіз. Қазір айтыс бөлінген 2 топқа осы еді өнерде жеткеніміз. Мағанда күмәнменен қарайсылау, оған сеніп түк басқан беттеріміз. Намаз оқып ұстасақ оразаны, жалғасқан пайғамбардан мектебіміз. Айтыс болған жер болса қалдырмаңыз, қайтыс болған жерде жүріп тепеніңіз. Амандасып алайын сүйіктермен, ақын сөзін тыңдайын биіктерден. Сақтаған сарымайдай өздеріне өнер өлегімде жиіктермен. Салғанда дәсіздердей жан бар мекен, ақынға сүйген асын сүйіп берген. Бірінші алла, екінші сенің арқаң, көрініп жатсақ бүгін биіктерден. Жайқалған Қостанайдың егініндей, айналдым өздеріңдей кейіпкерден. Жүрсіннің жүйріктерін көру үшін 700 теңгелерін қиып келген. Жүзге жеткен ағайын жүзге жетсін, ұлттың рухын бәрінен биік көрген. Қостанай тойларымыз құтты болсын, бейімбеттің биігі биіктелген. Елген алтын әннің сабағындай, алтын басын айтысты әйіп келген. Мен өзім ел басында етем үлгі, ынтымақпен осы күнге жете білді. Желбіреген көктудің арқасында көк көздерден бізді азат ете білді. Құдай жайлап бермесе несібеңді, Қытай жайлап кетермет мекеніңді. Кешегі соңғы жаңалық көрдіңіздер, бұл өзі жағдай боптыр өте мұңлы. Қытай бізге зауытын салмасын деп күні кесе күл алаш көтерілді. Қытай десе болдық қой елең етір, сағыз соғысылған сақта Құдай екенімді. Бабалар айтып кеткен қара Қытай біздің де шекарадан өте білді. Сенің де түсін түстес солар менен. Мен сенің де білмейді екем жек өміріңді. Жастар жылы кеп қалған жаспа десем жан емессің жастарым етер үлгі.
Оу жеге, мынауың кім бұлғай бала? Айтысқа қосыпсыз қойып бөтен ұлды. Тіл білген ақын демесең түрі суық, кім білген қандай тыңшы екеніңді Қытай тілін оқытпақ дейді мектептешін. Өйстіп қазақ тілін бір күн шектетпесін. Өтінішім елбасы мен президентке қара Қытайды еліме беттетпесін. Қытаймен сауда жасамаған нең қал деді. Жеріңді саудаға сап жеп кетпесін. Біздің жаққа келген жоқ әзір болар, Құдайым жалғызларды көктетпесін. Айт отыр, сенде қайдан екеніңді, келген жұрт сені Қытай деп кетпесін. Күлтөбенің басында күнде жиын, митингіден шаршадау үкіметті үшін. Даудың басы Қостанайға Қытай келді деп, айтыстан соң митингі болып кетпесін. Айнабек бұл өлкенің қонағы ғой, қонаққа елпе-елі жоғары ғой. Мына мені Қытайға теңеп отсың бұл дегеннің сөзіңнің обалы ғой. Басқа сөз таппадың ба бауырым-ау, талғамыңда бір шама жоғары ғой. Жаңағы сенің айтқан әзіліңе дейсің бе ел көңілі толады ғой. Үміт артып отқанда бір өзіңе шапалақ емес санын соғады ғой. Басқа әзіл айт келесі кезегіңде басыңа сол кезде ба қонады ғой. Мұныңа Қытай емес қазақпын деп жауап бере салуға болады ғой. Әгигәгім, бағыңды байлап сенің ұстамаймын, бос сөзбен бас ауыртып қыстамаймын. Сен өзің тірі Қытай көріп бедің, отаны емес болар қысқа бойдың. Қара Қытай дегенді естіп алып жетегінде кеттің ау ұшқар ойдың. Қап-қара боп келсем де қарсалдыңа қаралық жолын саған нұсқамаймын. Қытайдан сақтасын деп өзің айттың, мен де соны аузымнан тыстамаймын. 50% негірге ұқсасам да 100% Қытайларға ұқсамаймын. Әгигәгім, әгигәгім. Ұлықтап бейімбеттей данышпанды, әруағына Құраның бағышталды. Біз деген біліп өстік бала жастан, әдебиет әлемінде танышшанды. Бірақ көзбен көрмедік сұмдық заман, соларды кеудесінен жанышқанды. Көрсоқыр надандардың кесірінен көз ашық адамдардың бәрі ұсталды. Қуғын сүргін дегеннің құрығынан сатқын мен опасыздар қалыс қалды. Ажалдың аузына айдап салған азуы алдыға арыстанды. Азулы арыстаннан ұрпағына ешкімге тапталмайтын намыс қалды. Солардың салып кеткен жол емес пе бүгінде бағындырсақ алыстауды. Ардақтап жатқанымыз артық емес, азаттық шамын жаққан нарыстарды. Әгигәгім, бабаларға зор құрмет бөлу керек, солар салған іздерге еру керек. Тарихтың тұлғалары азат күнде еленіп жақсы құрмет телу керек. Негізі әр қаланың көшесіне бабалар атой салып келу керек. Сол көшенің бұрынғы иелерін туылған жерлеріне тебу керек. Мысалы Шақшағұлы Жәнібектің есімі бір көшеге ену керек. Еңселі ескерткіші тұрған кезде Батырдың да көшесі болу керек. Карбышевқа карантин жариялап атауын Жәнібектеп беру керек. Қорқа-қорқа кез келді батыр болар, жүрекке шынымменен сенім керек. Көтерілген адамдар басылады, жұдырықтай жұмылып жеңу керек. Осындай орын алған оқиғаға ойыңды білдіресің ерім не деп. Қалжа жеген ананың баласындай, бұған басың аурама сенің медет. Әгигәгім, әгигәгім. Ай тыңдадық Айнабектей бала биді, Қостанай орыстанған қала дейді. Карбышевті тіліңе тиек етсең, төбенде Шақшақ Жәнібек болар игі.
кемшілікті айтасың бетке басып, халқыма сыйлағандайын нала күйді. Ей, құрдасым ақылды боп көрінесің, қонағы билегендей жаман үйді. Сен одан да жетістікті неге айтпайсың? Сапырып басыңдағы санамиды. Таранды ауыстырып, тәуелсіздік аралап жүр азаттық таңар үйді. Ей, герцена қобыланды батыр болып, ескерткіші және тұр дара күйлі. Авиационыйды Камчатқа ауыстырып, іс қылды Архимедтей ағамигі. Патшамыз Нұрекеңінде көше бердік, ұшырып тұңғыш ғарышкер Гагаринді Ай, Бейімбет биігіне оралғанда, тайды ғой тұғырынан тарандарда. Тарих өзі ақтады ақтаңгерін, күнді қолмен жабуға шамаң бар ма? Мысалға күн далаға нұрын шашша, Бейімбет шуақ шашқан, мейірім төккен адамдарға. Мінезі көркемеді, жақсы түгіл қиянат жасамаған жамандарға. Осындай арысымды өлтірдатып, ұлт үшін бодан асқан залал бар ма? Бір-бірін атты сатты, жала жапты кешегі керек еткен замандарда. Бейағаң жау болса егер, мен де жаумын деп айтқан қайсар еді қабаңдарда. Мен бір дерек айтайын осы жерде, меңді байып сәлімдей ағам бар ма? Оқуға түскен екен еліктеумен Серәлі Майлин дейін мамандарға. Бейімбеттің кітабын жастан оқып, пойызбен Алматыға жол алғанда, беймәлім емтиханның сұрағы боп, Бейімбет боп келері олар ғонда. Мұның бәрі кездейсоқ жағдай еді, себепші болған менен оған далла. Бейағаңның кітабын оқыған соң, ағамыз қол жеткізген моларманға Ай, халқының санасына жарық берген, арыстар орын алар анық төрден. Қостанай таңы алғаш осы өлкеде ауыл деген атаумен жарық көрген. Қазақтың баспасөзі көш түзеді, Қостанайдан басталған алып керуен. Майли мен Сералиндер қаққан қазақ қаншама қаламгерге шабыт бағыт берген. Солар салған сара жол осы өлкеге сәлімдей ағаларды алып келген. Осындай азаматтар арқасында еңбегі арыстардың дәріптелген. Бейімбет елдің мәңгі жүрегінде жазылар тарих алтын әріптермен Ай, перзентімін қарт торғай таласының, менде жайып салайын бабасырын. Қара қыпшақ қобыланды жүкең жұққан, орта жүзде қыпшақтың қарасымын. Тегімді танығандар қолын соқсын, торғайлық Дәндібектің баласымын. Біздерде ұл, сіздерде қыз бар екен, ашылып келе жатыр жаңа сырың. Бесік құда болайық келекеуміз, дәл мендей саған кім бар, дәл мендей болар кім бар жан ашырың. Ей, ол рас кіші жүзге қыз бергенбіз, Әсиядай қазақтың дара қызын. Мен өзім әсапамда қызмет жасайын, күйшісімін Қостанай қаласының. Құрманғазыдай ұрпағым болса деймін, екі жақ тауып жатса жарасымын. Әсия апа, қайтсек қызын аламыз ба? Тегі мықты жер екен бабасының. Айғайдан кіші жүздің қыздары тентектеуші, күйеуіне көрсетер наласымын. Балан өзім таптым деп күні ертең, құдағүйдің көрмейік адасуын. Келісімін берер мекен, келінімнің мінезі қандай өзі мамасының Құрдасым, сен де мендей қуандың ба? Қуансаң алғыс айттым, құбалдың ба?
Ол рас үшінші рет әке болдым, дұрыс қой іске асқаны планыңда. Шаңырағым сәбиге толып жатса, жаратқанға шүкірлік қылармында. Әйелім шаңыраққа қыз сыйлады, айтысқа аттанатын күн алдында. Асығыс пойызыңа мініп кеттім, соларды радионнан шығардым да. Тобылдың жағалауы айтыс қылса, жайықта жайбырақа тұрармын ба? Болат деп несібесі әр пенденің парағында жазылған Құранның да. Бір қозы артық туса деген сөз бар, бір жусан артық өсіп тұрар құмда. Бәлкім бүгін Құдайдың қалауымен бағымды жандырармын бір алдыңда. Өмірге жаңа келген сәбиімнің жусаны өсіп тұрған шығармында. Әгигәгім, әгигәгім. Қостанай кие қонған ел жер дейді ғой, медеттей ақындар ер дейді ғой. Қызыма құда түсіп отыр менің, екі жақтың салмағы тең дейді ғой. Оған менің ешқандай күмәнім жоқ, қыпшақтар тектісі көп ел дейді ғой. Мамасының мінезі қандай дейді, бесігін әлдеймен ол тербейді ғой. Қыз алу үшін біздің атам қазақ алдыменен анасын көр дейді ғой. Негізі құда түсіп барушы еді, бұл болса ол дәстүрге ермейді ғой. Өзінің ауылында отырып ап келгендерге қызыңды бер дейді ғой. Ауылыма кеп жатсаң ойланармын, бұл сөзімді бәрі де жөндейді ғой. Жоқ айтпесе әкесі қызымды ал деп үйіңнің іргесіне келмейді ғой. Әгигәгім, әгигәгім. Еліңнің көңілінен шыққан әнің, жырладың жақсылықтың құт хабарын. Қазақша атауларды тізіп айтып, Айнабектің бетіне тік қарадың. Әлі де қазақшаға ауыз екен, мақтанып айталардай сыртқа бәрін. Қостанай ауданының баласы едің, сол жақта тұрақтаған нықталабың. Ыбырай Алтынсарин туған мекен, біліммен себе білген ұлтқа нәрін. Наушабайып Нұржандай тақтағақын жырыммен бере білген жұртқа барын. Ауылың зата бол деп аталады, әкімге айтып осыны құрт қарағым. Тарихи атауына қол жеткізіп, қайтарсын кие қонған құт талабын. Әгигәгім, әгигәгім. Кешегі Бейімбеттей қайдалықтар, дәл сондай алып туған қайғалық бар. Биағаңның биегі тау емес пе, үстінде күңгілімдеп айғалықтар. Бабаның 125 жылдығы деп жан-жақтан жиналыпты тойға жұрттар. Тек қана той үстінде жүздесейік, басымызға бағырыс байланып бар. Ал медет осыменен сен даман бол, арқа-жарқа боп бүгін жайланып қал. Қазіретпен айтысқан кездегідей Айнабекпен айтысып қайралып қал. Қайралып қал дегенім шын тілегім, бұйырса бұл айтыстан бәйгеліп қал. Әгигәгім, әгигәгім. Ойындар мен жалғайын тамам болса, қойылған сұрағымыз маған болса. Зата бол орысша атау деп кеттің ғой, ол атау ұнамайды маған донша. Зата болым жақында тобыл болар, Тоқайып пен тоқшылық заман болса. Қазақша атауларды серттеп жүрген әр қазақ Ақылбек ағамыздай алаң болса. Әлі талай қақша атанады, Ақылбекті ағалар аман болса. Ай, Қостанайым күн нұрына бөленген, ырыспенен берекеге кенелген. Осы өскелең сенің ғажап бейнеңнен, ұрпағымның болашағын көремін. Қошаман бол кездескенше көрермен, Алла жазса финалға ертең келемін. Бәйге тілеп жатсың досым мағанда, соны тілеп кетейін мен сағанда. Құдай қалап мың жыл құда болайық, ол қызымыз ер жетіп бір заманда. Айнабек Бейсенғалиев, Батыс Қазақстан облысынан келген ақын. 9-3-10-48 ұпай.
Медет Молда, Байзақов, Қостанай.